Саламатсыздар ма балалар? Бүгін сәуірдің 6-сы. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. 6 сәуір. Бізде бүгін қашықтықтан оқытудың бірінші сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын есімізге түсірейік. Бір аптада неше күн бар? Неделю сколько дней? Жарайсыңдар балалар, 7, 7. Атап шығайық қанекей. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Бүгін дүйсенбі. Дәптерге дүйсенбі жазамыз. Давайте вспомним, в году сколько времени года? Бір жылда неше жыл мезгілі бар? Өте жақсы. 4, 4. Жарайсыңдар балалар. Ал енді ол жыл мезгілдерін атап шығайық. Қыс, зима. Көктем, весна. Жаз, лето. Күз, осень. Сейчас у нас весна, көктем. Жақсы балалар, бүгінгі бөлім 7-ші бөлім, тағам және сусын. 110-ші бет, 110-я страница, тақырып сен не аласың? Пишем тему. Сен не аласың? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты азық-түлік атауларын атау және өзінің дүкенге барып не алатынын айту. У нас есть новые слова. Бізде жаңа сөздер бар. Жазамыз. Аламын, возьму. Аласың, возьмешь. Алмаймын, не возьму. Поставим видео на паузу и пишем. Видео на паузаға қойып жазамыз. Айран, кефир, сүт, молоко, май, масло, қант, сахар, нан, хлеб. Пишем. Жазамыз. Кәмпит, конфет, жұмыртқа, яйцо, балмұздақ, мороженое, шырын, сок. Жарайсыңдар балалар. Теперь енді осы өтілген сөздерді мен бірге қайталаймыз. Айран, айран, сүт, сүт, май, май, қант, қант, нан, нан, кәмпит, кәмпит, жұмыртқа, жұмыртқа, балмұздақ, балмұздақ, шырын, шырын. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы айтып шықтыңдар. Енді бізде дүкенші, қыз және біздің досымыз Алмабек қатысқан диалог бар. Диалогты тыңдаймыз. У нас есть диалог, диалог продавца и девочки. Также участвует в диалог наш друг Алмабек. Тыңдаймыз. Дүкенші айтады. Сен не аласың? Мен нан аламын, деді қыз. Алмабек айтады. Мен балмұздақ аламын. Продавец спрашивает, сен не аласың? Девочка отвечает, мен нан аламын. Алмабек отвечает, мен балмұздақ аламын. Что же возьмет девочка? Қыз не алады? Нан, өте жақсы, жарайсың. Үшінші тапсырма.
Тыңда, қайтала, үлгі бойынша сөйлес. Сен қайда барасың? Мен дүкенге барамын. Сен не аласың? Мен нан аламын. Сен қайда барасың? Сен қайда барасың? Ты куда пойдешь? Мен дүкенге барамын. Мен дүкенге барамын. Я пойду в магазин. Сен не аласың? Сен не аласың? Что ты возьмешь? Мен нан аламын. Мен нан аламын. Я возьму хлеб. Өте жақсы. Енді дәптерден 19-шы бетті ашып, бірінші тапсырманы орындаймыз. Нан, май, қант. Шешім жазамыз. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Екінші тапсырма. Жаз. Азық-түлік атауларын, суретте берілген азық-түлік атауларын жазамыз. Бірінші суретте не көріп тұрсыңдар? Нан. Өте жақсы, өте дұрыс жауап бердік. Үшінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Жаз. Отвечай на вопросы. На вопрос пиши. Сен не аласың? Сен не аласың? Что ты возьмешь? Жарайсың. Өте жақсы. Төртінші тапсырма. Тыңда, жаз. Мен нан аламын. Мен шырын аламын. Мен балмұздақ аламын. Мен айран аламын. Жарайсыңдар балалар. Сонымен балалар, бүгінгі тапсырма түсінікті болса, мен сендерге үй жұмысын беремін. Үй жұмысы күнделік KZ сайтында немесе WhatsApp арқылы беріледі. Үй жұмысын маған суретке түсіріп, WhatsAppқа жекеге жібереміз. Немесе күнделік KZ сайты арқылы жіберуге болады. Сау болыңыздар.